Қаңтар, наурыз ұбт-ларынан 130, 120 өздері қалап жүрген балдарын жоғары балды алып жүрген оқушылардың нағыз ұбт-да 90-ға немесе өте қатты регресске кетіп қалғанын естіп көріп пе едің? Бұл мистика емес, бұл психологиялық кризис деп аталынады, және де бүгін мен саған уақытты басқару туралыдан бөлек эго мен үрейді басқару туралы айтатын боламын. Егер грант саған маңызды болса, осы 10 минуттық видеоны көруге кеңес беремін. Жалпы кез келген оқушылар қорқыныш осыда, яғни олар алып жүрген балдарын даже ала алмай қалсам, немесе проходнойға жетпей қалсам ше, немесе осындай бір грантқа түсе алмай қалсам ше деген секілді барлығында болады. Ол нәрсе қорқыныш, но соның ортасында біз ескеруіміз керек міндетті жағдайлар бар. Яғни көбісі ескере бермейтін және де кейін осыдан опық жеп қалатын оқушылардың жағдайын айтқым келіп тұр. Оның бірінші эго тозағы. Яғни эго деген дүние бар, эго дегеніміз бұл сенің ішіңде болып жатқан андай регресске кетуіне бірінші себеп болатын нәрсенің біріншісі. Өйткені эго сенің мен бәрін білемін деуің да. Яғни сен барлығын біліп тұрмын, мынаның бәрін жаттап қойғам, мынаның бәрін оқып қойғам. Не қыламын енді оқып, давай сен расслабон ұстау керек маған, мектеп бітіремін ғой қанша дегенмен деген секілді нәрсенің болуы, Ең үлкен қателік сол тесттің мынандай болады. 5 сұрағы оңай болса, эго қосылып кетеді. Яғни ми ойлауы мүмкін, что бұл оңай нұсқа, немесе нәтижесінде бұндай нәрсенің барлығы ескерілмеуі деген секілді. Кез келген нәрсенің соңы мұқиятсыздықтан, яғни тез белгілеу немесе оңай жолдан мынаның жауабы маған ұнап тұр деген секілді нәрсе болуы мүмкін, но лайфқа іздеуде емес, яғни сенің оқығаның сол мұқиятсыздықтың кесірінен азайып кетуі мүмкін. Мүмкін сен реально оқыдың, но почему-то сенде бір эгоның басымдығынан немесе бір сол бір кезеңдерде 5 сұрақ, алғашқы 5 сұрағың үшін ғана оңай болуының кесірінен сенде ұбт-дағы балың, әсіресе нағыз ұбт-дағы балыңа қатты әсер етуінде, Сондықтан да нағыз ұбт кезінде эго сенің ең басты жауың. Сен қандай оңай сұрақ келсін, білетін сұрағың келсін, сәл ойлану керек болатын болсын, сен әр нәрсеге уақыт арнай білуің маңызды. Енді егер де сенде тест ортасында бәрін білемін деп ойлап, соңында қарапайым қате жіберген сәттерің болатын болса, комментарий күтемін. Келесі дүние бұл супермен синдромы, яғни уақыттың мистикалық тоқтауы деп аталынады көп жағдайда. Яғни уақыт таусылмайтын сияқты көрінеді сендерге, яғни 4 сағатым бар, емін-еркін үйренемін, емін-еркін үлгеремін, қалай өткенін байқамай қаласыңдар сол уақыттарда, немесе уақыт өтпей қояды иногда, потому что оның бір причиналары бар. Бір уақыт жетпеді деп айтады, или керісінше уақыт тым көп болып көрінді, содан кейін 2 сағат есеп белгіледім да шығып кеттім деген секілді нәрселер айтады. Сондықтан да оқушы бір қиын сұраққа келеді, сонымен 15 минут ойланады, 20 минут ойланады и барынша шешуге тырысады, но бұл андай суперменнің синдромы деп аталады. Неге? Мен мұны істей аламын, нәтижесінде басқа сұрақтарға уақыт жетпей қалады. Яғни бұл нақтырақ айтқанда, барлығын шеше аламын деп ойлап отырады, или шешуім керек деп ойлап отырады, но ең соңына келген кезде белгілі бір шектікте уақыттың аяқтай алмай қалуы мүмкін, немесе уақыт жетпей қалды соңғы пәндерге деп. Сондықтан да есіңде болсын, ұбт-да уақыт саған емес, сен уақытқа қызмет етесің. Кез келген нәрсені бақылауда ұстау керек, сен қандай жағдай болмасын, любой сұрағыңа белгілі бір минут қана арнауың жеткілікті, өйткені сен артында ойланатын бар, тексеретін бар деген секілді. Келесі дүние ол байқау мен нағыз деген секілді. Яғни байқау, пробный ұбт немесе нағыз ұбт. Екеуінің ортасында негізі алшақтық бар. Просто пробный немесе нағыз деп айтыла беруі мүмкін, но екеуінің әсер ететінін сендер жақсы білесіңдер. Яғни пробный тесттерде бізде жоғары балл, ол сендердің нағыз ұбт-да сондай балл аламын деген гарантия емес. Мен мысалы 120 алып жүрмін, демек мен тоже нағызда 120 аламын деген сөз емес. Бұл сендердің андай әлі де жұмыс істеу керек дегендеріңе бір сигнал ретінде. Өзі айтып тұрғандай байқау тесті, бұл әлі пробный, ал сендерде бұның барлығын жинақтап, опыттың барын қайталап, сендер нағызға дайындалу керексіңдер. Сондай кездерде сендерде еркін сезіну болады, пробный кезінде немесе қысылу болады, соның барлығымен жұмыс істеу, және де сендердің нағызға бір моральный дайындалуларың немесе опыт жинай алуларының барлығы бұл кезде өте маңызды. Өйткені жауапкершілік аз болады пробный кезінде, потому что бұл ешнәрсеге әсер етпейді деген секілді ой болуы мүмкін, но сендерге бұл басқа жағынан көбірек сабақ бере беретіндігінде. Көп оқушы пробныйда 130 алу мүмкін, 120, өздері 100+ балдарын алып жүру мүмкін, но сонымен мақтанады. Бірақтан да ол нәрсе нағыз ұбт-да ала алмай қалу тоже стресс, үлкен депрессия болуы мүмкін. Өзімде лично осындай болды, потому что қаңтар, наурыз айларында 100-ден асып жүрген кезде мен ойладым, осы балл менде нағызда тура осындай болып қалады, мен жылы грантқа түсемін деген секілді. Шүкір грантқа түстім, но андай болады, регресске кету причинаң өте жоғары болады, потому что сенде уверенность пайда болып кетеді. Типа мен и так 100+-тен асып тұрмын, демек жылы менде 100+ болады нағыз ұбт, и бұл менің грантыма жетеді деген секілді. Сондықтан да осындай секілді нәрселер тоже еске алған дұрысырақ. Келесі дүние дофамин тренді және де фондық уайым деген дүние бар. Яғни әлеуметтік желілермен, достармен танысу регресстің себебі, өйткені сендерде чуть расслабон болады деп айттым ғой.
наурыз бут тапшырып болгондон кийин уже сендерде соңку коңгуроого дайындык басталады биринчиден. Экинчиден винетка деген секилди темалар бар. Және де 2 пробный тапшырып болгон соң так менин баллым өзүмө канагаттанып турмун, так эми ыраса бонустоо болот. Бул нерсе менде сакталат деген болушу мүмкүн. Поэтому ол нерсе дурус эмес. Яғни муну негизи калай жеңүүгө болот? Әрине жүйө менен дисциплина, яғни сендер баарына катар үлгөрүүгө болот, но эң алдымен биринчи эгоңду эсик сыртына калтырып кетүү керек. Үйгө киргенде үйдүн сыртында деп айтсак болот. Потому что сенин азыркы таңда окуп жаткан дүнүйөңдүн баардыгы акталуу керек, акталуу керек. Сен окуп жаткан дүнүйөңдүн нәтижесин көрүүң керек. Но каким-то образом сен башка бир нерсеге белгилүү бир убакытта фокусуңду бөлүп жибердиң. И поэтому сендеги окуп жаткан дүнүйөң чуть өз каалагаңдай шыкпай калды. Бунун баардыгы сондай дүнүйгө келип тирелет. Негизинен абортто бул андай билимди текшеретін деп айтады, но көбүнесе бул сенин стратегияңды текшерет. Яғни сен канчалықты жоспар кура аласың, немесе сен канчалықты жүйөмен, сен канчалықты убактыңды, фокусуңду дурустай аласың деген секилдүү темаларга жакшы келетиндигинде. Келеси эң соңку айтатын курулумду айтып кетейин. Бул жаңы жеңистин стратегиялык жоспары деп айтады, solution. Яғни регрессти калай жеңүүгө болот? Негизинен осы нерсеге токтолоюк. Әрине бунун баардыгы жеңүүгө болот факторлор көп, но эң биринчи ол накты аракеттер. Накты аракеттер дегенде ол дисциплина, Яғни сендердин күнделиктүү жасап алатын аракеттериң менен сендердин азыркы таңда күнделиктүү жасап жаткан, куруп жаткан жоспарларынын нәтижеси бул осы жеңистин стратегиялык жоспар деп айтсак болот. Өйткөнү кез келген нерсе болмасын, сенде күнделиктүү турактуулук немесе катемен жумус кайталоо болмойтун болса, өзүң каалагандай балды эгоңдун көтөрүлүүнү даже себеп болмой калат да. Ошондуктан да ар суракка мукуят болуу керек, ар такырыпты мукуят окуу керек, және де кез келген нерсеге убакытты бөлгөндөн мурун фокусту дурустай алуу керек. Және де дәл осы убакытта айткым келет, сендерге достан көрө, әрине достордун ол кезде тоже сапасы маңызды болуу мүмкүн, немесе ортага кызыгушуулук танытуулары мүмкүн, немесе сыртка чыккыларың келүү мүмкүн, но ого уруксат берүү керек. Но сендерде ол нерсеге тоже жоспар болуу керек. Яғни сендер осы убакыттан осы убакытка сабак окуйм, осы убакыттан кийин далага чыгып кайтам, таза ауа жутуп кайтам деген секилди, немесе осы нерседен кийин мен досторум менен кыдырып кайтам деген секилди. Вот, курметтүү окуучулар, УПТ тек бул билимдин бир андай маңыздылыгын көрсөтөтүн тест эмес. Бул сендердин рухуң, дисциплинаңдын сынагы деп карауга болот. Неге? Өйткөнү сендерде болуп жаткан окуянын баардыгы өмүрдө эртең сендерге сабак болот. Яғни жоспар кура алууларың, досторуңду таңдай алууларың, ортаңды калай таңдайтының, және де эмне нерсеге фокус коюу керек экенин билетиндердин баардыгы эртең сендерди болочокто күчтүү өмүргө дайындайтындыгы. Эгер сен грантка түскүң келетін болса, бирок хаос, андай өмүрүңдө бир коркунуч, ОБДга барган кезде эмне истесем болот, корка берем, немесе так да регресске кетип калмасам экен деген секилди коркунуч болса, демек істейтін жоспарларың соған қарай өте мықты болу қажет. Өйткені ешкім гарантия бере алмайды, что сендердің бұл нәрсеге алып жүрген балдардың нағыз уақытта ақталатынына. Сондықтан әрекет өздерінен болу керек, бұйырса нәтижесін соңында көре жатарсыңдар. Егер де осындай сендерде тоже хаос немесе бір қорқыныш болатын болса, мен сендерге шамшырақ марафонын ұсынатын едім. Өйткені ең күшті ортадан және білімге құмар орта, келесі ол сендердің күнделікті жоспар, отчет тапсыра білулерінің арқасында дисциплинаны қалыптастыруларына көмектесетін орта. Сондықтан да келесі ағым жақында ашылады. Толық ақпаратты білу үшін марафон және жеке номерді қалдырып кетсем болады. Мен сені өзімнің WhatsApp номерімде күтетін боламын. Осындай теманы талқыладық, пайдалы болды деген үміттемін. Сондықтан да барлықтарыңа бұйырса нағыз ұбт-да сәттілік, жүйелі дисциплинамен жүретін оқушысыңдар деген ойдамын. Егер олай жүре алмайтын болсаңдар, сендерге тезірек өз өздеріңді қолға алу керек. ұбт бұл талас деп айтсақ болады қазіргі таңда, тем более. Сондықтан да барлығың ол нәрсеге лайықсыңдар. Видеоның соңына дейін көргендеріңе рахмет. Всем пока-пока.